Мұхамбет пайғамбар үнемі дәрет алып, таза жүруді насихаттаған. Дәретсіз адамға жын пері шайтан үйір болады. Ол туралы пайғамбар өзінің хадисінде: адам баласының көзі ілінген заманда шайтан оның желкесіне 3 түйін байлайды. Сол арқылы адам баласы ұйықтап кететін көрінеді. Ұйқыдан оянған кісі Тәңірі тағаланың есімін аузына алып, бісміллә деп орнынан тұрса, бір түйіні шешіледі. Дәрет алып, тазарған кезде екінші түйіні шешіледі. Намаз оқығанда үшінші түйіні шешіледі. Адам баласы сонда ғана басқаларға мейірімді болады, әрі серпіліп сергек жүреді, жолы ашылады, ісі де оңға басады. Бұл үшеуінің біреуін де орындамаған адамның жолы бітеледі, денесі салданып, ауыр тартып тұрады. Басқаларға мейірімі де болмайды, қайда барса кедергіге ұшырайды деген екен. Қазақтың таза жүрмесең, бар жақсылықтың есігі жабылады, басыңдағы бақ құсың ұшады. Дәретсіз адамнан қара жерде жиренеді, күн көзі де жатырқайды. Жатқанда да, тұрғанда да, жүргенде де таза жүрген адамның әр басқан ізінен нұр қалады деу тектен текке айтылмаған. Ахуал Қиямет кітабын жазып, халық арасына таратқан Шәді Жәңгірұлы үнемі елді имандылыққа, адамгершілікке шақырып отыратын кісі екен. Шайыр Шаяндағы Аппақ Ишан медресесінде 12 пән ілімнен дәріс алған ғұлама жан болыпты. Ол шәкірттеріне: барлық жақсылық тазалықтан басталады. Дәреті толық, таза жүрген адамға бәле жоламайды. Періштелер жолдасы болып, жүрегінде нұры тасып жүреді. Кемелдік қасиет те ондай адамға тез қонады. Нас адам көрде де тыныш жата алмайды. Сондықтан шамаларың келгенше дәрет алып жүріңдер деп ақыл айтады екен. Арасында Ахуал Қиямет қолжазбасынан таза жүруге қатысты шумақтарды оқып береді. Ол мыналар: мәләк айтар жалған емес бұл айтқаның, айтайын осы еді ғой күнәң сенің. Көр азап ақиқатта сідіктен дүр, жүрмеді таза болып ағзаларың.